Sen özünde түсінген сияқтысың, бойыңа ыстық жалын тарағанда, себебі шақырғанда шауып кепсің, киімді салып алып шабаданға. Түркістанда қалайын деп тұрсың ау, түр жасап отқаныңа қарағанда. Несібесін адалдан тергендер бар, еңбекпен қиындықты жеңгендер бар. Төлөнерге жүректің төрін беріп, бекарыстың соңынан ергендер бар. Ағасының айтысын сұлтау қылып, сен үшін осы жерге келгендер бар. Өзіңе, өнеріңе ғашық болып, сен үшін осы залға енгендер бар. Бекарысты айтыста киллер дейді, сенбесең телеарнадан көргендер бар. Киік емессің бе, солай десем мақұлдап сенгендер бар. Ұзын сөздің қысқасын айтар болсам, алтын көрген киллердің ауылына келіп қалған, киікті көздеп тұрған мергендер бар. Мергеннің осы жерде біреуі бар. Құрыштай оның екі білегі бар. Қол ашық, жаны жомарт, жүзі нұрлы. Сені ғана сүйетін жүрегі бар. Саусағыңа сақина тақсам деген ініміздің ерекше тілегі бар. Кім десең осы залда отыр олда, 100 қыз жығылатындай іреңі бар. Мың айтқаннан бір көрген дұрыс шығар, жігітті сен де көрші, жігері бар. Ерзатшан ортамызға келші бері, ал ғане аттың басын жіберіп ал. Өзіңді мақтап тұрған ағаң бар ғой, мен мақтап тұрған кезде шіреніп ал. Қой көзді бидай өңді қасы қара, саған айтып тұрғаным осы бала. Жарты миллион тұратын ешкісі бар. Еңбекте дөңгелеген көші дара. Сол ешкінің сүтінен ала кепті, сені баурап алуға асығама. Таңдайың құрғамасын деген шығар. Жүзінен нұр шуағы шашылама. Мұндай жігіт ешқайдан табалмайсың, әйтпесе осындайға басырама. Гүлмен келіп жатқандар толып жүр ғой, сүтпен келіп отырған осы ғана.